Қайырлы күн, құрметті көрермен. Тікелей эфирде сырласайық және бағдарлама жүргізушісі мен Арайлым Жолдаспай. Ал біз бүгін барша мұсылманның арманына айналған қасиетті мекен Мекке туралы әңгіме қозғаймыз. Ал біздің студиямызда исламтанушы Айша Кеңеспай және де қажылық жөнінде консультант Жанар Әшім. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Енді бүгінгі тақырыпқа орай, жалпы қажылық дегеніміз ол 5 парыздың бірі, е? Осыдан бастап әңгімені тарқатсақ. Бисмиллахиррахманиррахим. Қажылық ол исламдағы 5 парыздың бірі болып саналады. Ол әр мұсылманға парыз, егер оның жасы кәмелеттік, яғни балиғат шағына жеткен болса, денсаулығы болатын болса және қаржылық жағынан сол сапарды өтеуге мүмкіндігі болса, ол адамның мойнына парыз болып орнығады. Осы 5 парыздың біреуі. Мекке қаласына ғана жасалады. Мекке шаһарында, яғни планетадағы бір ғана нүкте, ол қажылық өтелетін, ол Мекке қаласы. Басқа қалаларда ондай мүмкіндік жоқ. Айша ханым, сіз өзіңіз Меккеде неше рет болдыңыз? Бірінші осы қасиет Рамазан айында баршаңызды осы Рамазан айымен құттықтаймын. Тұтқан оразаларымыз барлығымыз қабыл болсын. Және осындай берекелі айға жеткізген Аллаға санс мақтаулар және пайғамбарымыз Мұхаммедке санс салауаттар болсын. Бүгін өте керемет тақырып қозғап отырсыздар. Өйткені қасиетті Мекке, Мәдина бұл әрбір мұсылманның арманы, жүрегінен орын тепкен. Ол бармаған адам көрсем де бармайындайды, ал ол жерге барған адам тағы да барсам деп армандайтын сондай бір берекелі, қасиетті мекен. Сондықтан Алла тағала маған өзіме 2005 жылы нәсіп етті осы қажылыққа баруды. Сауд Арабия корольдігінің шақыртуымен. Енді оның өзі үлкен бір керемет өмірімдегі оқиға деп айтуға да болады. Жалпы онда қалай бұл қажылықты бірден айтып кете берейін. Жалпы мен осы қажылық, мұсылмандық парыздар туралы әртүрлі бағдарламалар жасап жүретінмін КТК телеарнасында. Және қажылық дегенді, Мекке дегенді тек видеодан, суреттен ғана көреміз да, және қайран қаламыз осы жерге барсақ екен деген біз жүректе бір арман болады. Ол кезде енді біз көп нәрсені білмейміз, тіпті орамал тағудың ол кезде көп айтылмайтын, ол кезде ешкім тақпайтын да кезең ғой. Сондай кезеңдерде Сауд Арабия корольдігінің елшілігінде шейх Уалид Аль-Хамис деген кісіден сұхбат алдым. Осы қажылық туралы бағдарлама жасадым. Сол кісіге сол жасаған бағдарламам нұсқасын сұрады, көріп, оған өте ұнаған екен. Сол кезде корольдік шақырту келіп, соған маған осындай шақыртуға сіз де барсаңыз деп ұсыныс айтты. Сөйтіп бір қарап тұрсаңыз, бір ойламаған бір адамның бір керемет бір оқиға ғой шын мәнінде. Сондықтан қуандым. Бұл жерде бір қызық нәрсе, мысалға мұсылмандық жалпы мұсылман адамның өмірінде барлық нәрсе қайырлы дейді ғой. Егер мысалға бару керек, мінекей 3 күннен кейін сіздің құжатыңыз керек дейді да, құжатыңыз өте тез арада. Ал ол кезде, мысалға, қазіргі шетелдік төлқұжат, мысалға, мен шетелге шықпаған кезім, ол құжаттың арнайы дайындамаған да кезімді. Ал соның алдында бір оқиға болды, мысалға, шетелдік бір сапарға бару керек болып, құрбым сондай бір ұсыныс, бір жоба жасады да, сөйтіп соған біз осы төлқұжат жасаған болатынбыз. Бірақ ол сапар болмай қалды. Сол енді құрбым айтам ғой, енді бізді әуре қылып осынша бастадың да, енді мынау не болып кетті деп шамалы бір енді пенделік болады ғой, ренжігендей боласың да. Ал бірақ қарасаңыз, Алла тағала соны мына қажылыққа ыңғайлап тұр екен. Мінекей сізге осындай шақырту деген кезде, төлқұжатында дайын бола қалды да, өзі бір қарасаңыз барлығы бір хикмет. Сәтімен. Сосын тағы да бір бұл жерде негізі адамның жүрегінде бір арман болса, Алла тағала өз сәтімен, ретімен келтіреді екен. Сол кезеңдерде, мысалға, біздің Алматы қаласындағы әуежай, халықаралық әуежай алдында өртеніп кетіп, соны жаңадан салып атқан. Сондықтан мен осы КТК телеарнасында бағдарлама жүргізіп жүрген кезде сол құрылыстың қалай жүріп жатқанын, қандай болатынын, болашақта соның барлығын түсіріп
арнайы бағдарлама дайындап, сол кезде менің көкейімде бір арман болды, осы жерден ең алғашқы менің сапарым қасиетті Мекке Мәдинаға болса екен деген. Соны қарап тұрсаңыз, төлқұжаттың жағдайы мынандай, корольдік шақырту келді, сөйтіп ең алғашқы, шынымен де менің алғашқы сапарым қасиетті Мекке Мәдинаға болды. Неке сондай бір Алланың нәсіп еткен, әрбір мұсылманға арман болған, әрбір мұсылманға нәсіп етуін қалайтын сондай бір керемет сапар. Бұл қажылық сапардың енді қай жағынан қалай айтсақ та хикметі де өзі айтатын тағылымы өте көп нәрсе, көп тақырып. Түсінікті. Ал енді осы қажылық, үлкен қажылық және кіші қажылық бұл бөлінеді, е? Осыны түсіндіріп өтіңізші, қалай айырмашылықтары не? Үлкен қажылық шариғатымызда парыз үкімінде жаңағы шарттар орындалған, яғни қаржылық мүмкіндігі бар, балиғат шағына жеткен және мұсылман болу керек. Міндетті түрде осы жағдайлар, яғни егер де денсаулығында кінәрат болса және де қаржылық жағынан шамасы келмесе, онда шариғатымыз міндеттемейді бұл парыз амалды. Ал енді кіші қажылық ол умра деп аталады араб тілінде. Үлкен қажылықпен айырмашылығы сол, умра сапары жылдың кез келген маусымында ашық. Яғни адам ниеті туындаса, сол жаққа баруға жүрегі аңсаса, кез келген уақытта баруға мүмкіндігі бар. Ал үлкен қажылық тек өзінің маусымында болады, Зүлхиджа айында. Ол құрбан айт мерекесімен сол орайласып тұрады, өзі құрбан айтпен. Үлкен қажылық біздің ұғымымызда бірге жүретін. Үлкен бір мән мағынасы зор сондай ғибадат. Бірақ умраға барсақ та парыздың өтелгені болып есептеледі, е? Жоқ, умра сүннет, бірақ кейбір мазхабтарда бар, умрада парызға жатады деген, өйткені Бақара сүресінде Алла тағала айтады, қажылықпен умраны өтеңдер деген. Яғни қажылықпен бірге айтылып тұрғасын, кейбір ғалымдар оны умраны да парыз үкіміне жатқызған. Ал негізі көпшілік ғалымдар ол сүннет деп айтады. Яғни умраны өтеп, бірақ үлкен қажылыққа мысалы барғым келмейді деген болмайды. Үлкен қажылық ол парыз. Сондықтан ол парыздың үкімі шариғатымызда жоғары, ол міндеттелген. Ал умра мысалға барғысы келген уақытта бірнеше мәрте де бара алатын құлшылықтың түрі ғибадат, ал қажылық бір рет орындалса, мойнына парыз түседі. Осында, айырмашылығы. Айша ханым, сіз 2 рет қажылыққа және 1 рет умраға, 2 рет Меккеге, 1 рет умраға бардым дедіңіз, е? Сонда олардың қандайдағы айырмашылықтары бар жалпы процесінде болсын, жыл мезгілдерін айтты, жаңағы қажылықтың өзінің мезгілі болады баратын. Ал умраға кез келген уақытта баруға болады, е? Тағы қандай айырмашылықтары бар? Енді бұны мысалы қажылықты сәл түсінген, сол саланы зерттеп, осы қажылыққа барсам деген ниет еткен адам, мысалға арнайы мысалға үлкен қажылыққа дайындалады. Үлкен қажылық жаңа Жанар ханым айтты, ол құрбан айт кезінде өтеледі, өйткені ол үлкен қажылық жылына 1 рет өтеледі ғой. Және бір адамға ол өмірінде 1 рет қана парыз етілген. Және де бұл үлкен қажылықта мысалға умра қажылығы да өтеледі. Ең алғашқы барған кезде біз мысалға бірінші умра қажылығын өтедік. Ол умра қажылығы сол қасиетті Әл-Харам мешітінде Қағбада тауап етіп және сағи жасап, сол жерде Сафа мен Маруа тауларының арасында. Содан кейін шаштың ұшын қырқып, сол уже ихрамнан адам шығады. Ал үлкен қажылық бұл Арафа күні жақындаған кезде ол арнайы бүкіл топпен Мина тауына барады. Одан кейін Арафат тауында тұрып дұға етеді. Бұл үлкен қажылық, бұл Арафатта тұруымен негізгі құлшылық болып табылады. Қажылық ол Арафат дегенді. Өйткені және күндердің абзалы ол Арафат, ол Арафатта тұрып жасалған дұға қабыл деген. Арафат күннен кейін кеш түсе, екінтіден ауған кезде Мұздалифаға барады. Мұздалифаға барып, ол жерде түнейді, одан кейін қайта Минаға барады, одан кейін жамарат тастарына барып, тас лақтыру шаралары өтеді. Және
тағы да арасында тауап жасайды, және қоштасу тауаптар мінекей осындай амалдармен жасалады. Бұл үлкен қажылықтың өзі ат айтып тұрғандай, ол кәдімгідей үлкен құлшылық. Ал умра бұл қажылықта жүріп, үлкен қажылықты өтегеннен кейін және тағы умра қажылықтарын өтеуге болады, амалдарын сол жерде. Сондықтан бұл құлшылық шын мәнінде қажылыққа барған адам түсінеді, Арафатта тұрудың қандай нығметін, және Муздалифада жатқан кезде адамның шын мәнінде бойында егер мысалға тәкаппарлық болса, адамның бойында әртүрлі мысалға адамға тән бір пенделік мінездер болатын болса, мінекей осы этаптардан, осы кезеңдерден өту арқылы адамның шын мәнінде нәпсі сынатын, оның өмірдің мәнін түсінетін сондай бір шын мәнде бір ғажап құлшылық деп айтуға болады. Ал осы қажылықтың мерзімі бар ма? Неше күннен созылады, қанша күнге созылады осы қажылықты өтеп келу? Процесті айтып бересіз бе? Негізі кіші қажылық умра ол тек қана 4 амалдан тұрады, оның 2-і парыз, 2-і уәжіп. Ол негізі адам аз, мысалға уақыттар болады кейде, Меккеде. Сол кезде он бірнеше сағатқа ғана созылады. Мысалы бізде көп қажылық компаниялар 10 күнге, 15-20 күнге деп, бір айға деп апарып жатады ғой. Негізі кіші қажылық умра бірнеше сағат қана алуы мүмкін. Негізі өте жеңіл құлшылық. Көпшілік адамдар ойлайды, бір қиын шығар, оған бір керемет бір дайындықпен бару керек шығар деп қорқыныш басым болады. Негізінде өте оңай, Алла жеңілдетіп қойса, тек оның алгоритмін білу керек, ең бастысы, қай амал қай амалдан кейін келеді, және оның парызы күмінде емес, сүннеті күміндерін біліп алса, ол өте жеңіл құлшылық негізі. Ал қажылық амалдары енді жаңағы құрбан айттың алдында үлкен қажылық жасалады ғой. Ол жаңағыдай Муздалифада түнеу бар, Арафада күні бойы таң атқаннан кешке дейін қажылардың тұруы бар. Ол енді бірнеше күнді алады, үлкен қажылық. Дегенмен де ол адам көтере алмайтын ғибадат деп айтуға болмайды, өйткені ол негізінде терең, өте рухани жағынан, және адамға өте берері көп, бірақ көпшіліктің көкейіндегі бұл қиын деп, оны қиынсынуы негізі дұрыс емес дер едім, өйткені барғаннан кейін Алланың жеңілдігі де болады, Алланың мейірімі, адам өзі оны сезеді. Сондықтан ол қорқынышты адам Аллаға тапсырып жеңсе болады. Көп адамдар кейінгі жылдарға қалдыра береді, мүмкіндік болып тұрса да. Өйткені ойлайды, біз бір ерекше бұған бір дайындық керек шығар, ерекше бір жан дүниенің кемелденген тұсында барамыз деген. Ол негізі қате. Өйткені Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, умра күнәдан да түк қалдырмайды, кедейліктен де түк қалдырмайды деп. Жаңа айттың, қосарыңыз бар ма? Жалпы енді осы қажылыққа байланысты, үлкен қажылыққа айта кететін мәселе, бұл егер үлкен кісілер баратын болса, қасында шын мен өз тәжірибемнен көрген, мысалы екі үлкен қажылыққа барған кезде көргенім, үлкен кісілердің қасында көмекші ұлдары немесе қыздар болған дұрыс. Өйткені қанша дегенмен осы нелерден өткен кезде ол үлкен кісілер көп нәрсеге қиын болады ол кісілерге. Сондықтан оларды жетелеп, көрсетіп, қасында жүрген өте дұрыс. Өйткені күн ыстық болады. Ол жерде мысалға күн ыстық болғасын ыстық су, мұздай су ішу мүмкін, немесе қонақ үйде салқын болуы мүмкін. Сол кезде мысалға әртүрлі жағдайлардың бәрін ескеру үшін қасында, үлкен кісілердің қасында көмекшісі, баласы немесе келіні, қызы болған абзал. Түсінікті. Ал енді жаңа айттыңыз, шамасы келген адамдарға парыз етілген деп, сонда бұның қаншаға айналады? Умраға, үлкен қажылыққа бару, кіші қажылыққа бару, және туристік агенттікпен барған дұрыс па, әлде адам өзі жеке барғаны ыңғайлырақ па? Осы туралы материалдық жағынан айтып кетсеңіз. Бірнеше пакет түрлері бар. Мысалы, люкс пакет, олар отель, қонақ үйлер, Аль-Харам мешітінің немесе Мәдинадағы Масжиду Набауиге барынша жақын орналасқан, және олар 5 жұлдызды отельдер. Сол енді материалдық тұрғыда жаңағы адамға барынша жағдай, мүмкіндік, комфорт жағдайлар ұйымдастырады. Ал стандарт және комфорт дегенде тағы пакеттер бар, енді олар кішкене көп емес, енді алысырақ орналасады отельдер.
бірақ Меккеде өте жақсы бір жеңілдік бар. Қажылық және умра маусымдарында Аль-Харам мешітіне міндетті түрде автобустар өте жиі аралықта қатынайды, тегін. Бұл қажыларға деген үлкен Алланың мархаматы. Яғни такси ұстап үйтіп жүрмейді, жаңағы көп те тоспайды, отельден шықса зыр етіп Аль-Харамға бару мүмкіндігі бар. Енді кішкене бір-екі шақырым, 3-4 шақырым болса да, дегенмен ол жаққа барғанда көп машақат ұмытылып кетеді, өйткені беретіні өте көп рухани жағынан. Сол кезде жолдың машақаты, жаңағыдай қиындық дегендер бір ешқандай түкке тұрғысыз болып кетеді дейсіз ғой, иә? Алланың сондай кеңшілігін сезінген кезде. Ал жаңағы туристік агенттікпен барған адамға қалай айтсам болады, шығын жағынан арзанға түсе ме, әлде өз жолымен баруға бола ма? Туристік агенттіктермен, компаниялермен барған өте жеңіл, өйткені барлық мысалы бағдарламаны ол кісілер өз мойындарына алады. Білікті, тәжірибелі гидтар бар, олар басынан бастап түсіндіреді. Сосын әркімге былай жалғыз адам барса, мысалға жалғыз, олай да болады баруға, бірақ ол дегенмен топпен жүрген, жамағатпен жүрген, және гидтардың қолдауымен жүрген оның өте көп плюстары бар деп айтар едім. Өйткені керек жерінде түсіндіреді, сосын жаңағындай адасып кету деген ол жерде болмайды, өйткені бәрі топпен жүреді, бірге барып 5 уақыт намазды оқиды, тахаджуд намаздарына ол жақта азан шақырылады, тахаджуд намаздарына барып, сосын бірге ифтар, ауызашар, соның бәрі адамды бір-біріне жақындатып, бір өзгеше енді бір керемет әсер сыйлайды дейсіз ғой, иә? Түсінікті. Жалпы осы қажылықты орындаудың жас мөлшері жағынан болсын, немесе иман салмақ жағынан болсын, несі бар ма, маңыздылығы? Мысалға, мынандай әңгіме айтылып жатады. Меккеге баруда сән мен сапа араласып кетті деп жатады. Адамдар кішкене кемелденген уақытында бару керек деген әңгіме де айтылып жатады. Немесе жастар барып, оның құндылығында түсінбей жатады, келгеннен кейін өзгерістер байқалмайды деп жатады. Осыған тоқталайықшы, қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс? Жалпы Меккеге барып келген адам бойында қандай өзгерістер болу керек? Жалпы бізде бір нәрсені үлкен бір нығмет деп бағалауымыз керек біздің елімізде. Мысалға, бізде кез келген адам егер ниет қылып соған мысалы қаржысын жинап ниет қылып барам десе баруға мүмкіндік бар. Ал мысалға басқа мемлекеттерде, мысалға Түркия немесе Малайзия мемлекеттерінде мысалы қажылыққа бару үшін өздерінің несін күтеді, квота дейді ғой, кезегін күтеді, кезегі шықты ма, шықпады ма, мінекей 4 жыл, 5 жыл, 10 жылдап күтеді екен. Ал бізде мысалға мына қазір Қазақстанда үлкен мүмкіндік, бұл адам ниет қылып соған тәуекел етсе оған мүмкіндік бар. Сондықтан оған кімдер бару керек деген мәселеге келетін болсақ, мысалға енді барам деген адамға ешкім сен лайық емессің деп біз айта алмаймыз. Мысалға адам өзі барғысы келіп соған ниет қылып нәсіп болып жатса, мысалға ол барып ол құлшылығын өтеуге әбден лайық деп айтуға болады да. Ал бірақ оның ниеті қандай? Мәселе ол енді Алла мен ол мұсылман арасындағы адамның арасында өздерінің өзіне байланысты. Сондықтан жаңа сіз айтып жатсыз, сән мен сапа араласып кетті деген секілді. Енді біз білмейміз ғой, мысалға саннан сапа құралады. Адам мүмкін сол барынша, мысалы кейбіреулер қызық көріп бару мүмкін, бірақ барған кезде ол сол жерде қасиетті Қағбаны көрген кезде, мысалы қасиетті мекендерді көрген кезде жүрегіне бір Алланың хикметі түсіп, жүрегі ашылып, ол мүлдем басқа адам болуы мүмкін да, өзгеру мүмкін. Мысалы Абай атамыз айтқандай, хақтың түссе сәулесі адамның хикмет кеудесі деп, үлкен өзгеріспен оралуы мүмкін. Ал егер де келгеннен кейін өзгермей жатса, мүмкін оған әлі уақыты келмеген шығар, ол бір Алланың құзырындағы нәрсе. Сондықтан да ең бастысы мен ойлаймын, қасиетті Мекке, Мәдинаның ауасын жұтып, сол жердің топырағын басқан адамнан жаманшылық күтем болады деп ойламаймын. Сондықтан да
барлығы айтады ғой мұсылмандық асты істе деп. Сол сияқты ол бірте барлығы жақсы қажылықтың қадір қасиетіне жететін күндер болады деген үміттемін. Ал Жанар ханым, жалпы намаз оқымайтын адамдар қажылықты өтей алады ма? Немесе қарызы бар адамдар дейік? Қарызы бар адамдар жаңағыдай келісім мәмілемен баруға болады. Мысалға, қарызының өтеуін шегеруге, мысалға, сол қарыз берген адаммен келісім шарт арқылы, мысалы, кеңшілікке салып, барып келе беріңіз, мен күтем дегендей мәміле танытса, рұқсатын алса, дегенмен мына жақта гарант дегендей бір кісіге ортада не болу керек. Яғни адам өмірінде енді әртүрлі тағдыр болу мүмкін ғой. Сол жаққа барып, мысалы, о дүниелік болып кету де ықтимал Алланың тағдырымен. Сол кезде осы жақтағы адам, оны туысы немесе бір семьясындағы адам немесе досы, мен осы қарызды өз мойныма аламын деген сияқты сондай мәмілемен. Немесе жаңағындай басын ашып айтып алу керек. Егер сондай жағдай болып қалса, немесе қарыз беріп отырған адам, мен кеңшілік танытам, егер сіз Алла Тағаланың қонағы мәртебесінде жүрген кезде о дүниелік болсаңыз, мен кешірдім хақымды десе, онда бір мәмілеге келген болып есептеледі. Ал егер жоқ деген жаңағыдай жағдайлар болып қалса, немесе келгеннен кейін біртіндеп өтем дегенде, оның бәрі толық екі жақ кешіріңіздер, екі жақ тарап оны алдын ала келісіммен, негізі намаз оқымайтын кісілер де бар алады. Ондай шарт жоқ, тек қана намаз оқитындар кірсін, осы Мекке мен Мәдина шаһарларына деген тек қана мұсылман болу керек. Мумин, яғни әлемдердің Раббысына толық бойұсынған, Алланы бір деп сол хақты мойындаған адам болса, оған баруға болады. Және ол қажылық пен умраны жасаған адам міндетті түрде ол бір басқа бір тылсым рухани дүниенің ләззатын сезеді жүрегі. Сондықтан намазға келуі иншалла жеңілірек болады. Тіпті келгеннен кейін тез арада намаз бастап кететін оқиғалар болады. Өйткені адам өзінің жауапкершілігін сезінеді, рухани жүректің керемет жаңағындай тілмен айтып жеткізе алмайтын ғанибет, бір иманның терең иірімдерін, ләззатын сезінгеннен кейін, ол намаз да сол Аллаға құлшылықтың ең маңызды ғибадаттардың бірі ғой. Сондықтан олар бәрі бір-бірімен байланысты, бәрі бір Аллаға жасалып жатыр. Қажылық болсын, ораза болсын, намаз болсын, тек Алланың разылығы көзделеді осы ғибадаттарда. Сондықтан бәрі бір-бірімен байланысты. Түсінікті. Айша ханым, жалпы осы Меккеге барғандағы сезім туралы айтыңызшы бізге. Содан кейін Меккеге бір рет барған адам ол жерді қайтадан сағынып тұрады, тағы барғысы келеді деген сөздерді естиміз. Мен енді өзім барып көрмегенмін. Сіз енді өзіңіз барған адам ретінде бізге айтып беріңізші сондай бір. Жаңа Жанар ханым сөзіне қоса кетейін. Жалпы егер де адам ниет қылып барғысы келетін болса, қажылыққа намазды үйреніп барғаны абзалырақ деп ойлаймын. Өйткені ол жерде Әл-Харам мешітінде оқылған бір намаздың өзі 100 000 намазға тең. Мысалға, қасиетті нұрланған Мәдина қаласындағы бір намаздың өзі мысалға 1000 намазға тең. Сондықтан осындай бір нығмет келіп нәсіп болып тұрған кезде мұсылман адам әрдайым өзінің парызын сезініп барса, нұр үстіне нұр деп болар еді. Ал енді қажылыққа барғандағы сезім жайлы айтатын болсам, жалпы енді Аллаға сансыз мақтаулар болсын. Мен осы жерде қажылыққа мен мысалға тақыр жерден бара салған жоқпын. Бір Алланың қалауымен, бір рухани дайындықты бір өзі солай жүріп, қалай десем болады, мен саналы түрде қажылыққа барам деген дайындық болған жоқ, бірақ намаз оқып, және мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмір тарихын оқып, және Құранның қазақша мағыналарын оқып жүргендіктен, менің санамда Мекке Мәдинаға деген бір көрініс, мысалға кітап оқыған кезде сол әлемге кіріп кетіп оқиды ғой адам баласы. Менде сондай бір ішімде бір Мекке Мәдинаның бір әлемі болды деп айтсам болады. Сондықтан мына қажылыққа баратын адам ең алдымен осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмір баянын оқыса деймін, және Құранның қазақша мағынасын оқыса, ол шын мәнінде рухани, ол үлкен бір дайындықпен баратын еді. Мысалға
пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам өмірге келген үйі немесе Қағбада сол жердегі болған оқиғалардың барлығын ең алғашқы аят түскен Нұр тауы, мысалға да Сәуір тауы, Сафа, Маруа деген қай жер, не жер деп ол жерге барғанда аң-таң болып тұрмайды. Ол кітапты оқып, сол жаңа кітаптың ішінде кейіпкер ретінде, өзі көрермен ретінде оқып түсінсе, барған кезде ол шын мәнінде өзіне бір осыдан 14 ғасыр бұрын болған әлемге түскендей әсер алады негізі. Менде де сондай әсер болды. Өйткені сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кітабын оқығаннан кейін Дамира Өмірзаққызының Адамзаттың асыл тәжі деген кітабы алдында ғана жарыққа шыққан. Мен соны алып оқып, соны әсерленіп, және Құранды оқығаннан кейін, барғаннан кейін түсініп жүресің, қайда Арафат деген қайда. Мысалға сенің түсінігіңде басқа кітапта оқығанда, ал ол жерге барғаннан кейін, көзбен көргеннен кейін ол мүлдем басқа болады да. Яғни ойыңа ой қосылады, ақиқатпен ойың қосылған кезде кәдімгідей адамға үлкен бір ой, рухани өсу сондай нәсіп етеді екен. Сондықтан барған кезде шын мәнінде Әл-Харамды шетіне аяқ басып, бірінші Қағбаны көрген кездегі, мысалы қазір менің көз алдымда ең алғашқы көрген Қағбаның көрінісі әлі көз алдында. Сондай енді оны сөзбен жеткізе алмаймыз шындығында. Сондықтан да әрбір адамның өзіне көру нәсіп етсін, бару нәсіп етсін. Сондай қабыл болған қажылықтан, айтады ғой, қабыл болған қажылықтың сыйы жәннат деп, яғни ол Алланың разылығы. Сондықтан сондай бір нығметтер нәсіп етсін. Маған сосын ерекше әсер еткен Мәдина қаласы болды. Енді Әл-Харамның ол жердегі атмосфера, оның барлығы бөлек. Ал Мәдина қаласында шын мәнінде барған кезде мен кітаптан оқыған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның рухани мінезін көрдім. Сол жердің ауа райынан, сол жердегі бір тыныштық, және адамдарының жаймашуақ мінезі шын мәнінде кітапта суреттегендей, соны көз алдымда шынайы көрдім деп айтуға болады. Иә, жаңа Әл-Харам мешіті туралы айтып кеттіңіз, иә? Неге ол олай аталған екен? Ол жерге мысалға көп нәрселер тыйым салынады. Мысалға да ол жерге енді харам етіледі деген сөз ғой. Мысалға жаман нәрселер жасауға болмайды. Мешіт, ол Әл-Харам тек қана Алланың үйі ғой ол. Жер бетінде ең алғашқы салынған Алланың үйі деп мысалы қасиетті Құранда айтылған ғой. Сондықтан оның аты сол басқа нәрселер, тыйым салынған нәрселерге ол жерде тыйым салынған деген сөз ғой. Соны білдіреді, иә? Түсінікті. Жанар ханым, осы әйел адамдар жалғыз өзі қажылықты өтеуіне бола ма? Енді негізі бұрынғы замандарда оған тыйым болатын, өйткені жаңа әйел адам гауһар тас сияқты өте бағалы, құнды, қыз баласы нәзік, ұзақ жолға ол ешқандай физиологиялық жағынан ер адамдардай мысалға шыдамды келе бермейді. Ал қазіргі таңда авиакомпаниялар мысалға күндізгі уақытта халықаралық әуежайлар арқылы, яғни адамдар көп шоғырланған, барлық жерде цифровизация, барлық жерде жеңілдетілген, мысалға құжаттардың бәрін жаңа рәсімдеу, адамдар әрдайым топпен, жамағатпен болғасын, әйел адам жалғыз өзі қалып қоймайды, жалғызсырап қалмайды, міндетті түрде командамен, үлкен жамағатпен бар жатқасын. Сол ретте 2019 жылдан бастап умра кіші қажылығына Сауд Арабиясы корольдігі тарапынан әлемнің кез келген елдерінен, ұмытпасам, 50 шақты ел, соның ішінде Қазақстан да бар. Яғни әйел адамға рұқсат етілді. Әкесімен, немесе күйеуімен, немесе үлкен баласымен бармай-ақ, немесе ағасымен, інісімен өзі жаңа топпен бірге жамағат болып барып келуге рұқсат етілді. Бұл өйткені қазіргі замандағы жаңағы қауіпсіздік шаралары күшейтілді, яғни бұрынғыдай түйемен немесе солай шөл дала арқылы бармайды, ой кеме арқылы мысалға жолда бір қиын жағдайларға түсіп қалу мүмкіндігі өте аз енді, альхамдулилля. Барлық жерде жарық, камералар бар, жаңағы отельдерде де қауіпсіздік шаралары бәрі қатаң сақталады. Заманауи жағдайлар жасалған дейсіз ғой. Иә. Ал осы Рамазанның соңғы 10 күндегі умра қажылық жайлы айтсаңыздар.
Енді пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам айтады, егер кім Рамазан айында умра қажылығын, яғни кіші қажылықты өтесе, ол менімен бірге қажылық өтегендей үлкен сауап, сый сияпатқа ие болады дейді Алла Тағала тарапынан. Сондықтан әлемдегі өте көп миллиондаған мұсылмандар Рамазан айын Мекке шаһарында өтуге өте мүдделі, өте ниеттері соған қарай аңсарлары ауады. Өйткені беретін Ар-Рахманнан келген сый сияпат өте мол. Және білеміз, Рамазан айындағы әрбір амал не жағынан, сауап жағынан көп дәрежеге ие. Бір амал мысалға 10-нан бастап 700 есеге дейін жақсылықтармен қайтарымы болады, сауабы. Сондықтан енді Рамазан айындағы кіші қажылықтың өзінің сауабы үлкен қажылыққа пара-пар болып кететіндіктен көпшілік мұсылмандар осы Рамазан айында сол жаққа барып құлшылықты, әсіресе соңғы 10 түнде, соңғы 10 күні қадір түнін сол жақта өтеу, ол көптеген мұсылмандардың арманы, бірақ ол қазір жеңіл Алла Тағаланың қалауымен Қазақстаннан өте көп адамдар барып жатыр. Бұрынғы жылдары барғанда Қазақстаннан азды көпті көретінбіз, ал қазір кейінгі айларда жалпы ортақ таныстарымызды көріп қаламыз. Осы Алматыда кездесе бермейтін таныстарымызды Меккеде, Мәдинада кездесіп қуанып жатамыз да, Әл-Харам мешітінің ішінде. Яғни бұл деген қазақстандықтарға бізге өте көп мүмкіндіктер Алла беріп жатыр, жеңіл болып жатыр да. Бұл Алланың қазақ халқына берген өте үлкен бір сыйы, әр мәртебесі. Өйткені әрбір, бағана сіз бір сөзіңізде айттыңыз, және сәнге айналғандай ма, жастар бір-бірімен жарысып, ол барып кепті, мен де барайын дегенде емес. Бірақ сондай да болуы мүмкін тенденция, бірақ дегенмен де жастар өте көп барып жатқаны бұл өте үлкен қуаныш. Өйткені бұрын кеңес үкіметі тұсында ол ата-бабамыз ғана армандап, соның өзінде бара алмай кеткен қаншама ата-бабамыз бар. Ал қазір жолдар ашылды, қақпалары ашылды. Ол Алланың үлкен берген бір бағы. Сіз мүмкіндігі дейсіз. Енді жаңағы айтылып жатқан әңгімелер дедік қой, тағы мынандай да стереотиптер бар. Қажылыққа бір қиналып бару керек, атпен бару керек деген сияқты. Қазір енді барлығы самолетпен барып, ұшақпен барып келіп жатыр ғой. Осы жағдайға не айтасыз? Жалпы қиналып бару керек деген. Енді бұл енді адамдардың санасында қалыптасқан түсінік қой. Әйтпесе мысалға ауырлатпаңдар, жеңілдетіңдер деген мысалы дініміздің өзі солай насихат еткен. Сондықтан да мысалға ешқандай бір хадисте немесе Құранда қиналыңдар немесе өйстіп қиналып барыңдар деген нәрсе жоқ. Бұны тек адамдар өздері кезінде ата-бабаларымыз сөйтіп қиналып барып келгендіктен солай болу керек шығар деген сияқты. Біздің қазақта да айтады ғой, жаман айтпай жақсы жоқ деп. Мінекей бұл біздің қазақ халқының сондай қиын этаптардан, қиын өмірден, қиын тағдырдан өткендіктен түсінігі де соған қалыптасып қалған болу керек. Бұрынғы қиындықтар, яғни солай болу керек шығар деп есептеген ғой. Яғни қазіргі жағдайда ол да жеңіл деп айта алмаймыз. Өйткені адал ақша тауып қазіргі кезеңде мысалға ұшақпен отыру, мысалға кейбіреулер бар, тіпті ұшақпен ұшуға қорқатындар бар. Кәдімгідей жүрегі фобия дейді ғой, жүрегім шыдамайды деген сияқты. Ол да бір жанын бір Аллаға тапсырып, мысалға сапарға. Біз енді әдеттеніп кеткенбіз, ол қалыпты жағдай, барып ұшаққа міне салдық, бара салдық деген секілді. Бірақ оның да өз машақаты бар. Кезіндегі уақыт өлшемі, қазіргі уақыт өлшемі, қазіргі жаңағы еңбек мәселесі, бұның барлығы өз заманына сай, өз заманына лайық болып жатыр. Сондықтан да қазіргі жағдайда да өзіне осы қажылыққа тән өзінің қиындықтары бар, өзіне тән жеңілдіктері бар. Жеңілдіктері болса, ол демек оның да сұрауы бар деген сөз да. Көбірек құлшылық жасау керек, көбірек құлшылығымыз, ниетімізді жақсарту керек, Аллаға шүкір ету керек деген секілді. Оның да әрқайсының өз ара салмағы, өзі тепе-тең болып тұрады ғой. Одан кейін айтып жатамыз ғой, сол Мекке қаласының өзіне тән бір қасиеті, ерекшеліктері болады деп, мысалы Зәм-Зәм суын айта кетсек болады. Осы сияқты тағы қандай ерекшеліктерге тоқтала кетсек болады? Енді
Мекке қаласы ерекше шаһар, шынымен, өйткені пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам адамзаттың ең асылы сол шаһарда өмірге келген. Соны ойлаудың өзі бір сол кісінің табанының ізі жатыр. Сол жерде алғашқы пайғамбарлық сол жерде аманатталды ол кісіге. Нұртауында, Хира үңгірінде сол жерде алғашқы Құран аяттары түсті. Сол жерде ең жаны таза адам бүкіл адамзатқа ұстаз ретінде адамзатты қараңғылықтан жарыққа шығаруға сондай миссия аманатталған адам қаншама қиындықтар көрді. Яғни Меккеге барғанда осы оқиғаларды ойлап жүргенде көзден жас тыйылмай жылайды адамдар. Өйткені тіпті бірақ осы тарихи оқиғаларды білмейтін адамдар да жылайды. Өйткені Меккенің өзі сондай бір, бұл енді қасиетті қалалар болғандықтан, ол жерде аспанның қақпалары ашылып, сол жерге Жибрил періште түскен. Жибрил періште Алла тағаланың ең бір өте бір орасан бір адамның ақылына сыймайтын бір жаратылыс иесі. Оны пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көрген. Мысалы, өз жаратылыс қандай неде біз басқа адамдар көре алмайды, көруге ондай шарасыз және мүмкін көтере алмайтын шығар. Мысалы, аспанның қақпалары ашылып, сол 7 қабат аспаннан түсіп, Құран аяттарын пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға түсіріп отырған. Меккеде де, Мединеде де. Бірақ Мекке алғашқы түскен аяттардың отаны болғандықтан, және Меккеде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам туды, сол жерде ер жетті, сол жерде үйленді, сол жерде балаларын сүйді, сол жерде қаншама достары болды, туыстары болды, және алғашқы исламның алғашқы жылдарында қаншама қиындықтармен ақиқатты жеткізу миссиясы оңай болған жоқ қой ол кісіге. Сондай қиындықтардың бәрін өткере келе ол кісіні Мәдинаға қоныс аударуға мәжбүр болғандығы себепті Мекке шаһарынан кетіп бара жатып, ей Мекке, мен сені ешқашан тастамас едім, егер мен мәжбүрлемесе деп айтқан, сондай сағынышқа толы Меккеге деген сондай бір пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сөздер бар. Және пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның азаншысы болған Билал, Алла ол кісіге разы болсын, Билал деген сахаба Меккеден Мәдинаға бір топ адам пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламмен көшіп кеткен кезде Меккеге деген сағынышы қатты үдеп ауырып қалған. Яғни туған жерге деген махаббат. Оларды сол жерден шығарып жерсе де, Мәдинаға келіп орналасса да, Меккеге деген сағыныш. Енді сондай тарихи нәрселердің бәрі ол жердің әрбір қиыршықтасы, әрбір құмы сол тарихтардан хабардар ететін сияқты адам сезінеді. Ана Айша ханым айтқандай, сол оқиғаларды естіп, сол оқиғаларды жүректің бір жүрек тебірентер сондай жағдайда қабылдап барса, ана жақта ол қажылық пен умраны адам басқаша қабылдайды, басқаша деңгейде. Өйткені тура сол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жүрген жерлерді жүреді, сол кісінің мешітінде, сол кісінің өмір сүрген екі қаласын көріп, ол енді сөзбен айтып жеткізе алмайтын сезімдер. Ол кезде кез келген мұмин, кез келген мұсылман пайғамбарға деген құрметі, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға ол кісіге деген махаббаты, ол кісіге деген сөзбен айтып жеткізе алмайтын сезімдерді бастан кешіп, тіпті сол жақтан бір кетерде көбінесе сапарға шыққанда біз өзіміздің алматымызға асығамыз, кез келген адам өзінің бір отанына тартып тұрады. Ал ол жақта біз өте қимай қоштасамыз. Қанша адамдар болады, олар жылайды кетерінде. Өйткені қию мүмкін емес. Қиып кету деген ол өте қиын адамға. Сол жақтан ұшып қайтан, мына жақта туған туыс бәрі күтіп отырса да, жүрек сол жақта қалып қояды. Керемет. Ал Айша ханым, сіз бізге Зәмзәм туралы айтып беріңізші. Зәмзәм жалпы енді Мекке қаласын жаңа Жанар ханым айтып жатыр ғой, өте шын мәнінде тарихи зерттеулер жасағанда, ғылыми зерттеулер жасағанда, оны жаңылыспасам 1977 жылғы зерттеу бойынша Мекке жер бетінің, жалпы жер шарының кіндігі екендігі анықталған. Дәл бүкіл материктерді қосып, жаңа мұхиттардың өзін бәрін реттеп ғылыми зерттеу жасағанда солындай нәтиже шыққан.
Ал және ол жерде мысалға Әл-Харам мешіті және Қағба, қасиетті Қағба, бұл ең алғашқы Ибраим алейхиссалам пайғамбарлардың атасы, сол ең алғашқы енді періштелер салған деп есептеледі ғой Алланың үйін. Одан кейін қайта тұрғызған Ибраим алейхиссалам пайғамбарымыз ұлы Исмаилмен бірге мінекей сол оқиғалар барлығы, мысалы егерде қажылықпен қатар Құрбан айттың оқиғасын оқыған адам, соны түсінген адам ол жерде Қағбаның да қасиетін, сол жердегі жалпы тарихын түсіне алады. Және зәмзәм суы дәл қарап тұрсаңыз, мен басында ойлағам зәмзәм су бөлек бір жерде шығар деп. Сөйтсек ол да дәл жанында. Ол енді зәмзәм су негізі Ажар анамыздың айдалада апарып тастайды, сол кезде жаңа су іздеп жүгірген кезде екі таудың ортасында, Сафа мен Маруан таудың ортасында, сол кезде жаңа кішкентай Исмаилдың жерді тепкілеген, сол жерден су шықты деп. Сондай не бойынша, қисса бойынша солай келеді. Сол қарап тұрсаңыз дәл Қағба мешітінің жанында, ары кетсе бір 200 метр, 200 метрдей ғана, және Сафа мен Маруа тауы тұр. Және сол жердегі қарасаңыз ең алғаш зәмзәм суын ішкен кезде, енді оның дәмі де бөлек, негізі хадисте айтылған ғой, оны қандай ниетпен ішсең, ол солай болады деп. Яғни шипа қылып, немесе тамақ ретінде, сусын ретінде ішсең, ол соның сондай мақсатта бұйырады дейді адамға. Сондықтан да мен барған кезде барша осы мені зәмзәм суын көбірек ішуге тырыстым. Жаңа тауап жасап келесінде зәмзәм ішесің, және Сафа мен Маруаның ортасында сағи жасап жүрген кезде де келесің, тұрасында бәрі жан-жанында тұр ғой. Зәмзәм қанша ішсең де тоймайсың. Және ол басқаша бір адамды тоқ қып қояды ма, ерекше да, ол бір зәмзәмнің дәмі де бір енді ерекше расымен. Оны алып келуге болады ма өзіңмен бірге? Әрине, алып келуге болады. Барып келген кісілер бірінші ол жақтан негізі әжуа құрмасымен осы зәмзәм алып келуге тырысады. Сосын зәмзәм енді айтады ғой жалпы бір тамшысының өзі, кішкентай тамшысының өзі оның өзінің қасиетін сақтайды деп. Сондықтан көпшілігіміз алып келеміз да, оны 5 литр суға кішкентай тамшылап құйып көбейтіп отырамыз. Алла тілегімізді қабыл қылсын деп. Керемет. WhatsApp-қа сұрақтар келген екен көрерменнен. Ассалаумағалейкум, сұрағым бар еді. Умрада үлкен қажылықта бір жерде ме дейді? Негізі умра сапарының бана 4 қана шарты бар. Ол жаңағы ең бірінші ихрам халіне кіру. Ихрам халі деген жаңа бұл дүниені былайша айтқанда тәрк етіп, бұл дүниенің ләззаттарынан саналы түрде бас тартып, сол аралық шектеуде ғана. Енді ылғи емес, жаңа иіс сабын, иіс су қолданбай, ешбір өсімдік жәндікке не тегізуге болмайды зиян. Яғни адам сондай бір халге кіреді. Сол кезде бұл дүниені тәрк ету деп, жаңа дүниенің түкке тұрғысыз екендігін сезіне білу үшін бұл бір терең осы ғибадатта бір ғибрат бар. Қысқаша айтқанда, ол хал үлкен қажылықта да бар, екеуінде де бар. Содан кейін жаңа тауаф, яғни Кабаны айналу 7 рет, Сафа мен Маруаның ортасында жаңа Хаджар анамыздан қалған ғибадаттың түрі, сол зәмзәм су іздеп қатты қиналып, Алладан дұға тілеп, кішкентай нәрестесін жаңағыдай шөл мен аштық қысқан кезде сол ритуалды біз жасаймыз. Сосын соңында шашты қысқарту, ер адамдарды қырлап өлдем алып тастауға болады, әйел кісілер кішкене қысқартады. Ал үлкен қажылықта ол жерде бағана Айша ханым айтып өткендей, ол жерде түнеу бар, мысалға Муздалифада, сосын Арафа жазығында күні бойы тұру бар, сосын жаңағындай құрбан шалу деген сияқты. Ал негізі бір мекенге жасалады, Кабаны тауаф ету, ихрам халі. Тек қана сондай бір нелер бар, өзгешеліктер бар, үлкен қажылықпен ортасында. Бұл көрермен негізі ортасынан кірген ау деймін, әйтпесе барлығын басында толық айтылды. Мүмкін.
Түсінікті. Қажылыққа анамды жіберейін деген едім, анашым 72-де қасына бір адам еріп бару керек қой, иә дейді. Ағамды жіберсем қаншаға шығады бұл дейді. Енді кейде қазір қажылық және умра компаниялары Қазақстанда олар ондаған, тіпті одан да көп шығар. Сондықтан Қазақстанның әрбір азаматы өзінің қаржылық мүмкіндігіне байланысты кез келген пакетті алуға негізі ықтиярында бар. Яғни бұрынғыдай бір шектеулер жоқ. Қарап отырып, мысалы әлеуметтік желіде әрбір компания өзінің жеңілдіктері жайлы әртүрлі ақпараттарды беріп отырады. Сол кезде бір оңтайлы болып қалады кейде. Осындай жеңілдік болып жатыр дегендей. Бір үйден 2 адам барса, мысалы осындай жеңілдік, немесе анаңызды тегін апарыңыз дегендерді шықты, мысалы өзіңіз төлесеңіз. Сондай кезде сондай бір тек қарап отырып, сондай ілігіп қалу керек, сондай жеңілдіктерге. Ал мәселен қажылыққа былай баруға бола ма? Біреудің ақшасымен, мысалы, өзі бара алмайтын адам біреуді жіберіп жататын жағдай бар. Шариғатымызда ол рұқсат етілген. Өйткені денсаулығында кінәраты бар, немесе жұмыстан босай алмаса, немесе алыс жолға шыдай алмайтын болса, онда сол адаммен келісіп, мысалға кейбір кісілер айтуы мүмкін, мен бәрібір бара жатырмын өзімнің ғибадатымды өтеуге, сіз үшін де жасап келейін деп. Немесе арнайы ақшасын төлеп дегендей өзара мәмілемен олар келіседі. Ол қалай аталады бұл? Ол енді бәдел қажылықты айтылып отырсыз. Біреу үшін жасалатын бәдел қажылық, бәдел умра деген. Сонда кімнің мойнындағы қарызы түседі бұл жерде? 2 адамның жоқ, ол бірінші ол бәдел қажылықты өтейтін адам бірінші өзінің парызын өтеп алу керек. Ал егер де біреу мысалға барғым келеді деп, бірақ ақшасы жоқ болатын болса, біреу сізге мен демеуші болам деп жіберсе, ол өзінің қажылығын өтеп келеді, ол үшін емес. Сондай. Түсінікті. Ал енді мынандай да сөз бар ғой бізде қазақта, анаңды Меккеге 3 рет апарсаң да қарызын өтей алмайсың деген. Осылай ата-анасын апарған адамдар, яғни сол ата-анасының парызы түседі ғой мойнынан, баласының қаржысына барса да, баласының көмегімен барса да, иә? Енді ата-анаға жақсылық жасауды ислам діні өте көркем мәмілемен бұйырған. Маған және ата-анаңа жақсылық, яғни маған құлшылық етте, ата-анаңа жақсылық жаса деп Алла тағала өзіне құлшылықтан кейін бірінші бұйрықты ата-анаға жақсылық жасаумен байланыстырып тұр. Сондықтан ата-анаға сондай сыйлау деген ол перзент үшін өте үлкен мәртебе, және жәннаттың қақпалары ашылуға, енді ол Алланың қалауымен сондай үлкен дәреже беріледі балаға. Жалпы қайтыс болып кеткен ата-анасы үшін де өзі барып өтеуіне болады. Сонда ол басқа амалдардың бәрі жабық тұр, мысалға ол кісілер дүниеден озып кеткеннен кейін намаз да жабылып қалды, ораза да, садақа да жабылып қалды. Ал бірақ ұрпағы сондай рухани сыйлар сыйлауына болады. Яғни бана умра қажылығын, қажылықты өтеп беріп, әкем үшін деп, мысалға анам үшін деп сауабын сол кісілерге сыйласа. Түсінікті. Енді тағы да сұрақ келген екен. Түркістанға 2 рет барған адам қажы болмай ма дейді. Осындай сұрақ. Қажылық тек қана Мекке шаһарына жасалады. Бізде осындай сауал бұрын, осыдан 20 жыл бұрын қойылатынды. Ол кезде қанша не айтылды. Қажылық шын мәнінде тек қана Меккеге ғана жасалады. Мәдинаға да жасалмайды тіптен. Ол Меккенің төңірегінде, сол жерде өзі тарихи жерлерде, өз белгілі орындарда өтелетін амал. Ал енді мысалға Түркістанға барсақ, сол қажылықтың өтегенде 2 рет барса, 3 рет барса деген сияқты, ол тек жай адамдардың, өзіміздің діннен бейхабар адамдардың сол жерге деген құрметі ретінде айтылған болса керек. Ол ешқандай да қажылыққа жатпайды. Түсінікті болды. Меккеге қажылыққа бару үшін тур фирмаларда бір жеңілдіктер қарастырылған ба? Мысалы, көп балалы ана, мүгедектігі бар, тағы да басқа осындай адамдарға жеңілдіктер қарастырылған ба дейді тур фирмаларда? Тур фирмалар, қажылық компаниялары елімізде бірнешеу. Олар сондықтан жаңағыдай олардың бағдарламаларына әрдайым қарап отыру керек. Сондай жеңілдіктер болып қалуы ықтимал әбден. Өйткені жаңағыдай анаңды апарсаңыз, әкеңізді апарсаңыз немесе дегендей, сондай бір кейде олар жаңағыдай кейбір
мысалға сыйлық ретінде ұсынатын да жағдайлар болып қалады. Сол кезде сондай оқиғалар болған, яғни ұтып алып дегендей. Иә. Сондай. Иә. Яғни жолдаманы ұтып алу арқылы өзінің қаражаты шықпайды, барлық жаңағы қаражатты, барлық нені турфирма көтеріп жататын жағдайлар болады, иә. Жақсы. Кім көрінген қажылыққа барады, мода болып кеткен сияқты, барғанына мақтанғандай бәрі жариялап, әлеуметтік желіге салады дейді. Осы жариялап салу дұрыс па? Бұл кезде құлшылықтан не қалды дейді. Осындай сұрақ келген екен көрерменнен. Енді бұл жерде жалпы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисі бар ғой, иннамал аъмалу бинният дейді. Мысалы, амалдар ниетке байланысты. Енді ол қандай ниетпен салып отыр? Мақтанып отыр ма? Әлде шын мәнінде бұл қажылықтан алған әсерімен бөлісіп отыр ма? Біз білмейміз ғой. Сондықтан да мен ойлаймын, шын мәнінде ол жақсылықтың көбірек болғанын қалаймын өзім. Басқа жерде, мысалы, жын ойнақтың ортасында жүрген салғанша, мейлі қажылыққа барған салсын, умраға барған салсын, Меккені көрсетсін, Мәдинаны көрсетсін. Мінекей сол көріністер арқылы бәлкім адамдардың жүрегіне бір әсер ететін шығар, мысалға да. Сондықтан да мен өзім оны шын мәнінде ода тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Бірақ енді асыра сілтемеу керек та, осы діннің шеңберінде, дінге сай, осы шариғаттың талабына сай болып көрсетіп жатса, ода тұрған жақсылықты көрсету арқылы оның көбеюіне атсалысады деген үміттемін жалпы өзім. Жақсы, түсінікті. Ал осы қажылыққа бару үшін құжаттар дейміз бе, одан бөлек тағы қандай заттарды адам өзімен дайындау керек? Негізі кейбір кісілер бірнеше мәрте барады, сондықтан олар Меккенің климат мысалы жағдайын, Мекке мен Мәдинаның жолда мысалға кейде Біріккен Араб әмірліктері арқылы ұшып жатады, кейде енді жаңағындай Катар арқылы ұшып жатады. Сол климаттың ерекшеліктерін біліп алған ол кісілер. Сосын ол жақтарда кез келген ғимаратта, мешіттердің ішінде де кондиционер. Негізі енді әрдайым жаз болып тұратын мемлекеттер ғой, ыстық яғни. Бірақ арасында суық жаңбыр да болады, кейде бұршақ та болатын жағдайлар болады мысалға. Сол кезде жаңағындай жылы киімдер, сосын дәрі ішіп жүрген адамдар өздерінің дәрігерлермен кеңесіп, дәрі-дәрмегін дегендей, сосын жаңағындай, яғни жеңіл желпі бара салған ол болмайды мысалға. Күртеше, жаңағындай жемпір дегендей қалың шұлық, соларды алып алу керек. Дегенмен Мекке өте берекелі қала. Ол жақта тағамның неше алуан түрі бар, неше түрлі сусын, шәрбаттар да бар. Зәмзәмнен бөлек ол жақта бір адам қиындық көретіндей бір осы көп нәрсе алудың ол жаққа қажеті жоқ. Оның ішінде компания 2 мәрте тамақ береді, көп компаниялар. Ораза кезінде баратындарға сәресі және ифтар ұйымдастырады, және қайырымдылық шаралары да көп, яғни қажыларға арнап дастархан жасалады. Түсінікті. Біздің бағдарламамызда аяғына жетіп қалған екен. Бүгінгі тақырыпты қорытындылап, бір ауыз пікірлеріңізді айтып жіберсеңіздер. Негізі тақырыптың өзі Меккеге барғым келеді деп алыпсыздар. Шын мәнінде осы Меккеге барғысы келген әрбір мұсылманға, әрбір жанға Алла Тағала сол арман ақиқатқа айналуын нәсіп етсін. Және осы қасиетті Меккенің, Мәдинаның қадір қасиетін түсінетін сондай жандар елімізде көбейе берсін. Және Жанар ханым, сіздердің де істеріңізге береке берсін. Қаншама қажылардың, адамдардың үмітін арқалап барып алып келіп жүресіздер. Сондықтан бұл мына қасиетті айда әсіресе көбісі умраға баруға тырысады ғой. Сондықтан осы умраға болсын, мейлі үлкен қажылыққа болсын, әрбір ниет еткен адамның ниеті, құлшылығы, дұға тілектері қабыл болсын. Жанар ханым. Иә, бұл қажыларды хадисте айтады, Алланың құрметті мәртебелі қонақтары деп. Олар не сұраса да беріледі дейді. Және Мекке мен Мәдинада жүргенде өзі бір сондай өте бір ғанибет оқиғалар болады. Сұрамақ түгілі жай ойланып қалсаңыз, сол зат алдыңыздан шығып тұрады. Яғни бұл Алла Тағаланың үлкен сый құрметі, ілтипаты өзінің қонақтарына деген. Өйткені ол аса жомарт, ерекше мейірімді. Ол түгілі пенде де қонағын құр жібергісі келмейді. Ал әлемдердің Раббысы әрине өзін
іздеп келген, жүрегінде Алла деп келген адамдарды ешқашан құрғыл немесе бір мұңды жағдайда жібергісі келмейді. Сондықтан ойласа болды, бір нәрсе алдынан шығып тұрады. Сондықтан енді ол үлкен рухани терең бір ғибадат, оған әлбетте енді бір үлкен бір тебіреніспен бару керек сияқты. Сол жақтағы әрбір сәт, әрбір секунд мысалға сондай Аллаға барынша жақындатып, және басқа бір адам болып оралады. Қажылық пен умра адамның білім көкжиегін де кеңітеді, және адам сүйгіш қасиеті де оның, өйткені жан жақтан келген мұсылман бауырларының көптігінен адамдар таниды, әртүрлі адамдардың мәдениетімен, әртүрлі өркениеттердің тоғысуы бар сол жерде. Сондықтан бұл дегенмен де адамды бір барлық жағынан қалыптастыратын, бір кемел тұлғаға айналдыратын бір үлкен дәрежелі ғибадат. Сол әрбір мұмин мұсылманға осы үлкен дәреже нәсіп болсын. Рахмет, амин. Келгендеріңізге сіздерге көп рахмет. Бүгін шынымен де көрермендер өте пайдалы ақпарат алды деген үміттеміз. Ал құрметті көрермен, осымен біздің эфиріміз тамам. Бүгінгі алған естіген ақпараттарыңыз тек пайдаңызға жарасын дейміз.